Қазіргі уақытта 18 бен 29 жас аралығындағы жұмыспен, оқумен қамтылмаған жастарды, оның ішінде 2018 жылғы түлектерді жұмыспен қамту және әлеуметтендіру бойынша жол картасын қабылдануды іске асырып жатырмыз. Жол картасында мынандай мәселелер шешу көзделген. Біріншісі, кәсіптік бағдар. Жастар үшін кәсіп таңдаудық консультациялық орталықтар құру, жастар үшін болашақтағы пайдалы кәсіптер туралы функционалды шолулар өткізу. Екінші, техникалық және кәсіптік білім беру жолға қою, дуалды білімнің тиімділігін арттыру, инженерлік кадр даярлау үшін колледждерде құзырлы орталықтар құру. Үшіншіден, жастардың мемлекеттік қолдау және дамыту шаралары туралы ақпараттандыру деңгейі арттыру, жастардың еңбек нарығындағы сұраныс және ұсыныс картасын жасау, бос орындардың жәрмеңкесін ұйымдастыру тәжірибесін жалғастыру, ақпараттық компаниялар мен қоғамдық тыңдауларды үзбей жүргізу, тұрғын үй мәселесін шешу, жастардың тұрғын үй кооперативтарын құру, Алматы қаласының тәжірибесін негізге ала отырып, өңірлік тұрғын үй бағдарламасын жасау.